Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге дәрігер Қуанышбек, Қуанышты медицина каналы. Бұл менің алғашқы түсірілімім. Бұл түсірілімде мен резидентураның мамандықтарын, резидентураға грантқа қалай түсу жолдарын талдайтын боламын. Видеоны тоқтатпай, соңына дейін көріңіздер, пайдалы ақпарат алатындарыңызға сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып кетеміз. Ең бірінші резидентура деген не? Бұл дипломнан кейінгі білім деп аталады. Яғни медициналық университетте интернатурадан кейін түсетін білім болып табылады. Мысалы, жалпы медицинаны оқып бітірдің, одан кейін сен узкий салаға кеткің келсе, мысалы кардиологияға, нефрологияға сен ары қарай резидентураны оқуың керек. Осы резидентураны оқу арқылы сен медицинаның ішінде әрі дәрігерсің жалпы, және де сенің жеке мамандығың болады. Резидентураға грантқа түсу кез келген медик студенттің арманы деп ойлаймын. Енді сол арманға жетелейтін нақты 5 қадамды айтып бергім келіп тұр. Бірінші қадам, достар, ол мақсат. Егер сенің грантқа түсем деген мақсатың болса, грантқа түсуге 80% шансың бар деген сөз. Не үшін айтып жатырмын? Себебі мен осы кезге дейін қаншама интерндарды грантқа түсуіне, өзінің күшімен бәрін тапсырып түсуіне көмектесіп келе жатқан маманмын. Бірінші мақсат қоюымыз керек. Мақсат бірінші мен резидентураға түсем деген мақсат болу керекті. Ал егер ау-мау деген мақсаттар болса, резидентура грантқа түсе алмайсың. Бірінші медициналық мақсатың бар, мен резидентураны оқимын, бұл білім маған жеткіліксіз, ары қарай мен жалғастыруым керек деген запрос болса, сол запросың сені ары қарай алып кетеді. Екінші, бұл сен медицинада резидентураға түсетін мамандықты дұрыс таңдауың керексің. Мамандықты таңдаған кезде 3 түрлі фактор әсер етеді. Біріншісі сенің 7 жылдық GPA балың, екіншісі госэкзаменің бірінші этап, кейбір универлер екінші этапты да қосады, әр универде әртүрлі. Үшіншісі бұл вступительный экзамен, яғни август кезінде сол салаға барып тапсыратын мамандық. Әр универлерде әртүрлі. Мысалы, бір универлерде GPA-ге 35% береді, бір универлер 30% береді. Негізі жалпы единныйға келе жатыр. Госқа мысалы 40%, 35%, екіншісіне 25% дегендей. Яғни сенің GPA балың 7 жылдық госың, одан кейін екінші этабың қосылып, соңында конкурс жарияланады. Сол жерде мысалы сенің ортақ балың 90 болса, сен 7 орын болса, 90-ға дейінгілер түседі. Мысалы, бірінші 97 алғандар түседі, екінші 96, кейін солай 90 түседі. Яғни бұл жерде, достар, өзіңнің қабілетіңді бағалау өте маңызды. Егер сенің GPA балың 2-де 6 болса, сен офтальмологияны таңдаймын десең, значит, сенде үлкен проблема бар деген сөз. Түсіп кетуі мүмкін бе? Әрине мүмкін, бірақ не стоит. Егер сенің мақсатың резидентураға нақты грантқа түсу керек болса, сен нақты грантқа түсу керек мамандықтарды таңдауың керек. Үшіншісі, достар, резидентураға енді нақты мамандықтарды қалай таңдаймыз? Біздің елімізде әртүрлі заңнамаларға сәйкес 50-ден асқан мамандықтар иесі бар. Оның барлығын мен төмендегі сілтемеде қалдырам. Яғни, сен кардиология, нефрология, реанимация деген сияқты мамандықтарды бірінші таңдап алуың керек. Сол 50 мамандықтың ішінен қазір А4 парағыңды аласында нақты таңдамайтын мамандықтарын сызып тастауың керексің. Мысалы, көбісі айтады, мен ер адаммын, акушер-гинекологияға бармаймын дейді. Мысалы, көбісінде сондай қарсылық бар. Түсінеміз, әйел адам, мысалы, мен әйелмін, қызбын, мен андрологияға бармаймын дегендей сызып тастайды. Солай 50 мамандықтың ішінде барынша сызып тастау керек. Егер сен дұрыстап сызып тастай алсаң, 10-ға жуық мамандық соңында қалады. Сол 10 мамандықтың ішінде 1-ден 10-ға дейін жазып шығасың. Яғни, бұл салалардың бәріне грантқа түсуге мүмкіндік болса, қай салаға түсетін едім? Бірінші, мысалы, точно кардиологияға түсем, екінші, точно урологияға түсем деген сияқты мамандықпен определяция етіп алу керек. Ол енді, достар, бір күннің таңдауы емес, бұл 1 жылға дейін болатын таңдау. Мен, мысалы, резидентураға үлкен дайындық обучением бар, сол жерде біз 1 жыл көлемінде таңдайтын боламыз. Одан кейін, оны таңдаудан кейін тағы да кішірейтеміз да, негізгі бір мамандық, альтернативті бір мамандықты қоямыз. Мысалы, негізгі мамандығың кардиология болса, альтернативаға мен саған терапияны қоюды кеңес беретін едім. Негізгі мамандығың урология болса, альтернативаға мен жалпы хирургия немесе балалар хирургиясын қоюға кеңес беретін едім. Қандай кезде, достар, қате таңдау болады? Мысалы, сен бірінші салаға офтальмологияны қоясын основной, екіншісіне радиологияны қоясын. Яғни сенің шансың төмендей береді. Келесі тезис, достар, бұл госгрант, яғни қандай түрлері бар?
Гранттың бізде 3-4 түрі бар. Біріншісі бұл мемлекеттен берілетін тікелей госгрант. Ол госгранттың да өзі қазір қалалар бойынша бөлініп жатыр. Мысалы, Алматы қаласына 2 грант, Астанаға 3 грант, Қызылордаға 5 грант деген сияқты облыстар бөліп алады. Бұл мемлекеттің стандартный гранты. 3 жыл оқисың, стипендияңды аласың, бітіргеннен кейін тағы 3 жыл отрабатывать ету керексің. Сол қала бойынша. Бір мамандықтар 2 жыл, бір мамандықтар 3 жыл резидентурасы, ал бір мамандықтар 4 жыл. Екіншісі бұл МИО грант, яғни местный органдар, жаңағыдай акиматтар немесе бір облыстың больницалары маман тапшы болғандықтан госгранттан кейін конкурс жариялау арқылы жаңа негізгі грантқа түсе алмай қалған жандарға ойнатады грант. Егер сенің балың жетіп тұрса, МИО грантына да түсіп кетуіңе болады. МИО гранттың ерекшелігі 5 жыл отработка болады. Яғни сол жерде 5 жыл бойы жұмыс жасап беру керексің. Көбісі түсінбейді, отработкада тегін жұмыс жасайын ба деп. Жоқ, кәдімгідей бір ставкамен дұрыс дәрігер болып жұмыс жасайсың. Үшіншісі бұл центрлардың гранты, яғни көптеген частный центрлар бар, ол жерлерге уролог жетіспейді, андролог жетіспейді, реаниматолог жетіспейді. Олар өздері айтады, мынандай маған мамандар керек. Олар сенің ақшаңды төлеп береді университетке, как платная основа сияқты, сен университетте оқисың, бірақ біткеннен кейін договорың бар, сол клиникаға барып 3 немесе 5 жыл жұмыс жасауың керек болады. Осындай гранттың түрлері, достар, көп. Егер жаңа айттым, мақсат болса, резидентураға грантқа түсуге болады. Резидентурада таңдайтын кезде көп барған жерге жүрудің қажеті жоқ. Көп деген студенттер офтальмология, радиология, урология, жаңа тағы эндокринология деген салаларды таңдайды. Бірақ ол салаларға мысалы 5 грант бөлінуі мүмкін, радиологияға 90 адам таласады. Сонда 90-ның барлығы радиолог болу үшін бәрін беруге дайын ба? Жоқ, конечно, достар. 90-ның барлығы радиолог болғысы келмейді. Бәрі престиж деп соның артынан жүріп келе жатыр. Сол себепті қашан резидентураны таңдайсың, өзің анықтайсың, саған соншалықты күшті болады. Мен сіздерге кеңесім, эндокринологияны таңдағанша терапияны таңдаңыздар. Мысалы, урологияны таңдағанша общий хирургияны таңдаңыздар. Кардиологияны таңдағанша таңдауға болады, жанына терапияны қосыңыздар. Мысалы, мен детский офтальмо микрохирург болам дегенше детский хирург болыңыздар. Солай, яғни мамандықтарды всегда естеріңізде болсын. 5 критерий бар. Біріншісі, ол мамандыққа грантқа түсе алам ба? Объективті шансың. Түсе алам. Окей. Ол мамандықтың жылы мен устраивать ете ма? Устраивать етеді. Мысалы, 4 жыл, 3 жыл, нормально. Үшіншісі, мен ол мамандық үшін барымды беруге дайын ба? Дайын болсаң, молодец. Төртіншісі, мен ол мамандықты Алматының, Қазақстанның ең алыс ауылына барсам да жұмысқа кіре алам ба? Осы жерде шығады. Мысалы, микро, ангио, нейро, жаңағыдай пластикалық хирург болсаң, сен ауылдық жерде қандай микропластикалық хирург боласың, айтшы, ондай мүмкіндік жоқ. Немесе сен айтасың, мен микрососудистый хирург болам дейсің, сен ауылдық жерде қалай микрососудистый хирург, облыстарда қалай боласың, алыс қалаларда қалай боласың вопросы. Сол себепті мынау өте маңызды. Сіздер гарантия бере алмайсыздар, достар. Ертең болашақта мен мына жерде тұрам деп. Бізде керемет философтың сөзі бар, болашақ әрқашан біз ойлағандай болмайды деген. Яғни мен университетте оқып жүргенде ешқашан ойламаппын, осындай подкаст түсіріп отырам деп, универ бітіргенде. Тура сол сияқты сіздерде ойламаған шығарсыздар. Сол себепті болашақтарыңызды диверсификациялаңыздар, яғни жұмыртқаның барлығын бір себетке емес, көп себетке салып қойыңыздар. Окей, мен общий хирург болдым, Алматыда жұмыс істей алам ба? Істей алам. Астанада ше істей алам. Ал Қызылорданың ауылында ше істей алам. Немесе Батыс Қазақстанның бір ауылында ше қыздар тұрмысқа шығып кетсең істей алам деген сияқты, Қазақстанның кез келген жерінде жұмыс істей алатын мамандықты таңдаңыздар. Бесіншісі, достар, бесіншісі, ол салаға сен наукаға, ғылымға тереңірек кіріп, уақыт бөле аласың ба деген сөз. Енді қай резидентураның мамандығында ақша көп табам деген соңғы ғана таңдау, достар. Сіздер ойлайсыздар, урологиядан көп ақша табам, андрологиядан көп ақша табам, лордан көп табам, тағы не акушер гинекологиядан көп табам, тағы не жаңа көп пластикадан көп табам, офтальмологиядан көп табам дейсіздер да, достар. Олай емес. Адам көп жүрген жерде табыс аз, естеріңізде болсын. Офтальмохирургтар, қасқыр офтальмохирургтар өте көп. Олар вряд ли сіздерге орнын босатып береді. 10-15 жыл жанында жүргің келе ма офтальма? Врачкасы көмекшісі болып, онда пожалуйста таңдай бер. Ал или сен жаңа поликлиникалық деңгейде офтальмолог болып отырғың келе ма? Пожалуйста таңда. Тура сол сияқты не айтқым кеп тұр? Қай саланы таңдасаң да медицинада элитный емес деген мамандық жоқ. Құлағың керек па? Керек. Өкпен керек па? Керек. Тікшегің керек па? Керек. Терің керек па? Керек. Кісің керек па? Керек. Түсініп тұрсың ғой? Адам ауырса, кез келген маманды іздеп кетесіздер. Сол себепті, достар, мықты терапевт болсаңыздар да, мықты ВОП болсаңыздар да, мықты детский хирург болсаңыздар да, мықты реаниматолог, анестезиолог болсаңыздар да, сіздерді
табыстарыңыз өте күшті болады. Хорошо, табыс бойынша медицинаны таңдамаймыз, себебі кез келген салада табыс шығара аласыздар. Енді араларыңызда мынандай студент болуы мүмкін: интерн, мен частныйға кеткім келеді, мен бизнес ашқым келеді. Сонда ағай, ангиохирургияны қалай мен бизнеске алып кетем, или нейрохирургияны қалай бизнеске алып кетем дегендер. Молодцы, ондай студенттерге де таңдау бар. Медицинаның ішінде жеке кәсіпке оңай бұрылатын мамандықтар бар. Олар мысалы урология, андрология, реабилитация, мысалы терапияның кез келген саласы, да, мысалға мысалы анестезиологта жеке тәжірибемен кетуіңе болады, жаңа клиникаларға. Сол себепті, яғни кез келген саланы личный практикаға бұрып кетсеңіздер болады. Бүгінгі видеоны қорытындылайын достар. Біріншісі мақсат керек. Екіншісі жігер керек, қайрат керек, сол салаң до конца бару керек, одан кейін дұрыстап дайындалу керек. Менің Dream Team деген легендарный обучением бар. Жыл сайын еліміздің ең мықты студенттері, интерндары қатысып, үлкен нәтижеге жетіп жатыр. Жақсы нәтиже. Сентябрьден бастап, октябрьден бастап, ноябрьден бастап, қыстан бастап жақсылап оқимыз. 7 жылдық білімді қайталаймыз. Менің школамнан өтсеңіздер, достар, нақты соңында бір мамандық таңдайсыздар. Мен мына мамандықты таңдаймын. Сол мамандыққа дайындаламыз. ГОСТың бірінші этабына дайындаламыз, екінші этабына дайындаламыз. Одан кейін жазда сіздерді вступительный экзаменге сол саланың маманын дайындайды. Яғни кардиологияны таңдасаңыздар, мен емес, ары қарай кардиолог дайындайды. Ал мен сіздерге клиникалық мышлениелеріңізді шыңдаймын. Сіздер бірінші ангиохирург немесе радиолог емес, сіздер бірінші дәрігерсіздер. Общий білім болу керек. Анализ, ЭКГ, рентген, тесттер, бүкіл протоколдардың, дәрілердің бәрін оқып болып, мықты маман болған кезде мен сіздерді ары қарай резидентураларыңызға түсіріп жіберуге дейін дайындауға көмектесе аламын. Ол обучение, достар, өкінішке орай соңғы орындар, санаулы орындар ғана қалған обучение. Егер тіркелгілеріңіз келсе, менімен жеке консультацияға келесіздер. Жеке консультациядан өтсеңіз, егер мен сіздің ынтаңызды көрсем, түсем деген да результат әрекет етуге дайындауға дайынмын. Оны төмендегі формаға толтырыңыздар. Ең жақын күнде мен сіздерге түсіндірем. Бүгінгі ақпараттар пайдалы болған деп ойлаймын, достар. Резидентураға бәріне түсу шарт емес, бірақ түскен адамдар сол резидентураға патологын қою керек адамдар. ВОП болсаңыздар да ештеңе етпейді, педиатр болсаңыздар да ештеңе етпейді. Сол себепті всегда надо выбирать с умом. Хорошо, достар, миларыңызбен таңдаңыздар. Тобырлық мышлениені қояйық. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше барлықтарыңыз сау саламатта болайық.